Мылқаудың махаббаты. Салтанат Айдарбекова. Әңгіме. Мен өмірге келгенде ата-анама қуаныш қана сыйлап қоймай, шексіз қайғыны да қатар ала келдім. Әуелгіде өмірге келген қыздарына бек қуанған ата-анам өсе келе менің мынау әлемнің ғажайып үнін ести алмайтынымды, шақырған азан дауысын, анам дауысын мүлде естімейтінімді білгенде түпсіз қайғыға батса да, Құдайға деген тәубесінен айырылмай, мені осы күйімде қабылдауларына тура келді. Қатарымнан қалдырмай арнайы мектепке де берді. Айналамдағылардың сыңғыр күлкісін, құлаққа жылы үнін, махаббатқа толы сөздерін ести алмасам да, әр адамның жанарына қарап, көздерінің қарашығынан жылу іздейтінмін. Өкінішке орай, көбінде аяу, мүсіркеу, немесе тіксіну секілді болмысты ғана оқып, мен оларды аяйтын едім. Сыртқы келбетіме тамсана қараған талайы менің мінімді білгенде менен аулақ жүруге тырысатын. Адамдардың осынша тым саяз ойлайтынына, жан дүниелерінің тым жұпыны, жүдеу екеніне қарным ашатын. Сөзбен айтпаса да, күлімдеп қарағандары маған жеткілікті екенін көбі қайдан білсін. Арнаулы мектепті тәмамдаған жылы күзде аяқ асты отаға түстім. Сол күннен бастап мендегі бір сыдырғы өмір аударылып түсіп, алай-дүлей ашулы теңіздей буырқанып ала жөнелді. Міне, содан бері 20 жыл табандап өтсе де, сол арпалыспен әлі де арпалысып келем. Сол жыл, сол күз маған ерекше шабыт сыйлады. Құдай тіл бермесе де, қолыма еріксіз қалам ұстатып, іштегі шемен шерімді тарқатуға мүмкіндік сыйлаған болар. Мен ғашық едім. Ес-түссіз ғашық ем. Бірақ соны айта алмайтыным болса да түсінікті болар. Мылқау бола тұра ғашықтық не теңі? Кімге ғашық дерсіз? Адам баласынан жылы сөз естіп көрмеген басым бар жылылықты тек жанардан ғана оқып үйренген мен, сол бір жанның көзіндегі асқан мейірімге, шынайы көзқарас пен тазалығына ғашық ем. От алдында бәрі жақсы болады, қорықпа деп кірпігін қаққан, сол бір ерекше көзден күн жылуына бергісіз жылылық төгіліп тұрғандай болды маған. Ал ұйқыдан оянғанда көз алдымда тағы да сол мейірімді жан тұрды. Маған ұзақ жатуға болмайтынын, тұрып арыда бері жүру керектігін ымдап түсіндірген қарулы қол жатқан жерімнен тік көтергенде көз алдым қарауытып, басым айнала құлап бара жаттым. Аялы алақан сол сәтте қағып алғандай болды. Өзіме келгенде ұяттан өртеніп кете жаздадым. Мен отадан шыққалы сол тұттай жалаңаш күйде едім. Өмірімде жалаңаш етіме еркектің қолы алғаш тигені сол еді. Тағы да есімді жоғалта бастадым. Сол күннен бастап мен шынында да ақыл естен ажырап дәуіріштей күн кештім. Есіл дертім дәрігерімде еді. Бұл тағдыр сынаймын десе сынағы көп екен. Ол кісінің бұл шақта отбасылы, бала шағалы екені мені тіпті де қызықтырған жоқ. Ал мен оны қызықтыра алдым ба, әлде жоқ па, одан бейхабар едім. Әсілі мектепті енді ғана бітірген жалбыр шаш өзі мылқау қызға тек ағалық қамқорлықпен қарады деген дұрыс-ау. Мен 17-де едім. Ол менен 17 жас үлкен еді. Тағдыр дегенді қойсаңшы бұл. Сол ота ауыр болды ма, әлде ауруыма ғашықтығым жамады ма, мен ұзақ жаттым. Бұған өзім мәз едім. Күнде келіп тексеріп, маңдайымды сипағанына, күлімдеп қарағанына мәз ем. Ыстығым түспесе екен дейтінмін іштей. Кейде көрпені тарс бүркеніп, қатты теллейтінмін. Ол келіп маңдайымнан сипаған сәтте, екі бетім тұмшаланған көрпеден ысып тұратын да, ол өз көзіне сенбей жұмсақ алақанымен мойным мен екі бетімді аялай сипайтын. Дене қызуымды өлшейтін. Ол кезде менің де күндікі әуреленіп көтерген ыстығымда түсетін. Сонда ақса, қасымда ұзақтау отырса деген амалым ғой. Оның жұп-жұмсақ алақаны тиген жер алаулай жөнелетін. Жараны таңу бөлмесінде талай жаным қиналып, егіле жылаған сәттерім әлі есімде. Отаның орны іріңдеп кетіп, тазалау жұмыстарын күнде жүргізетін. Күнде мені бір жылатып алатын да, артынша құшағына қысып, басымнан сипап, маңдайымнан аса бір қамқорлықпен сүйетін. Ал мен сол сәтті жаным қанша шырқырап қиналса да асыға күтетінмін. Әлгінде ғана қиналған сәтімді табанда ұмытып, оның ағалық мейірімін мен өзім қалауымша түсінетін едім. Мен махаббатта солай қабылдадым. Шіркін, құлақ естіп,
Тілім сайрап тұрса кәнекей, айта алмадым. Бірақ көздерім сатқын еді. Сезетін де сияқтанып көрінетін. Мендегі ермек қағаз шимақтау, тек соны ойлау, сол туралы жазу ғана болды. Бірде қойын дәптерімді сұрап алғанда бар. Қуанып кеттім, артынша ұялдым. Дегенмен атын дәл атап жазбағаныма өкінгендей болдым. Сұңғыла ойы бар адамға түсінікті де жайт емес пе? Сезгенде болар. Солай жорамалдадым. Оқып шыққан соң күнделігімді өзіме қайтарып беріп тұрып, менен жақсы жазушы шығатынын, тоқтамай жаза беруімді өтінді. Түсінбеген кейіп танытсам да, іштей геройлық образыма менің шимақтарымның сәл де болса әсері болғанын байқағандай болдым. Қойшы, сомен 17 жыл өткен өміріме татитын 20 күн жатқан ауруханамен де қош айтысар сәт туғанда, бақытты күндерімнің шорт үзілеріне тарам-тарам жастарым ғана басу айтқан еді. Қойшы, сомен 17 жыл өткен өміріме татитын 20 күн жатқан ауруханамен де қош айтысар сәт туғанда, бақытты күндерімнің шорт үзілеріне тарам-тарам жастарым ғана басу айтқан еді. Мені түсінген күнделігімнен өзге жан болды ма, болмады ма, әйтеуір алғаш рет ғашық болған сол бір аяулы жанмен үнсіз, тілсіз қоштасып кете бардым. Бірақ ішкі әлемінде ол әлі патшалық құрып, менің күнделіктерім жылдан жылға қалыңдай берді. Ауруханадан шыққан соң да солай қарай ноқтасыз жетелеген көзсіз, бейбақ сезімім мені талай апарды. Талай мәрте аурухананың терезесіне сырттан телмірген, терезеден өткен әр ақ халаттыға сол ма екен деп елеңдей қараған сәттерім тап қазіргідей есімде. Қара күз еді. Түс қайта келгеннен сол үйреншікті талдардың арасындағы орындықта отырмын. Менің талай шиырлап із салып кеткен жерім осы. Терезеге алыстан қанша үңілсем де таныс жанның бейнесін көре алмадым. Кенет бағаналы түйілген аспанның қабағы шытынай, бұлттардың іргесі сөгіліп, жаңбырдың майды тамшылары тама бастады. Елемедім. Ең болмаса сыртынан көрмей қалай қайтамын. Отыра бердім. Жауым болса бір кезде нөсерлетіп, шелектеп кеп ақсы құйғандай құя жөнелді. Өзімше қайсарланып мен тұрмын. Үстім малмандай су болды. Қара күздің суығы қойсын ба, әр тамшы тесіп бара жатқандай қалтырай бастадым. Күнде кешкіріп, қараңғылық әп-сәтте қоюлана бастады. Үйде қашық. Кетейін десем жолым болмағанына ішім удай ашып мен тұрмын. Ызам келді. Ең болмаса, терезеден адам деген бір қараса болады ғой деймін іштей. Жоқ, ол қарамады. Әбден қараңғылық түскенде барып үйге қайттым, жылап қайттым. Тіпті еңіреп келем. Көзімнен тарам-тарам боп аққан жасты долы жаңбыр әп-сәтте ақ іліп алып жуып кетіп жатыр. Мені жұбатқаны шығар. Енді келмеймін дедім тістеніп. Алайда өз ойыма өзім сенімді емесем. Одан кейін де қаншама келдім. Бірінде көрсем, бірінде салым суға кетіп қайтатынмын. Бірақ қарсы кездесуден, тікелей келуден жасқандым. Солай күнді күн қуалап, жылдар жылжып жатты. Өзіме ғана жылы көрінген 17 санында қалай жақсы көріп кеткенімді аңғармай да қалдым. 17. Иә, 17 саны маған киелі сандай көрінетін. Себебі араға 17 жыл салып, сол кісімен бетпе-бет жүздестім. Жазбай таныды. Қайран қалдым. Күніне алдынан 1000 сан науқас өтетін ол кісі мені қалайша ұмытпай, есте сақтап қалды деген сұрақтың жауабын қанша іздесем де таппадым. Өз-өзіме сыймай, ішкі әлемімде сезім толқыны бойдағы қанды түгел тасытып ала жөнелді. Оны сыртқа шығарарлық дәрмен менде қайдан болсын. Сары майдай сақтаған сағынышым жанарымнан үнсіз ақтарылып мен тұрдым. Әйтсе де, алдағы жасалар ота мені қайта қуанта түскен секілді. Бұл жолы да өзі жасады. Кешқұрым жедел жәрдеммен түскен мені қайтып бара жатқан жерінен тоқтап, кері қайтып, өзі қабылдап алғаны төбемді көкке бірақ жеткізген еді. Мен тұрмысқа шықпадым. Сыртқы келбетіме тамсанғандар болғанымен, алдыма келіп сөз салғандар болмады. Менің мылқаулығым бәріне себеп болса керек. Оның үстіне өз дертім өзіме аян. Мен де өзгені күтпедім. Өзім құралпылардың отбасылы өміріне қызыға қарасам да, мен де өзімше бақытты едім. Оны көргенде, өзімнің әлі де оны сүйетінімді шындап ұқтым. Бірақ оған ұқтыра алдым ба, білмеймін. Өз өмірінен үлесін әлдеқашан алып қойған жанға мылқаудың махаббаты қайдан керек болсын. Бірақ мен үшін оның алдындағы әр сәт бағалы.
әр мезет қымбат. Жаның қалағанда дәнің қалағанда жаның керек етпейтін кезде сіздерде болып тұра ма? Ал менде екеуі де бір арнаға тоғысып, тағдырыма деген өкпем, базынам сол кісіні көрген сәтімде-ақ жүректен жым-жылас көшіп кететін. Дені сау адам мендей мылқаудың ішкі жан жарасын қайдан ұқсын? Арада тағы да жылдар жылжып, менің ішкі арпалысқа толы өмірім өзім секілді мылқау күйде өтіп жатты. Тәңірден шын тілесең тілегің қабыл болады деуші еді. Мен тек сол жанды көруді ғана тілеп жүргенде мені үшінші рет ота столы күтіп тұрды. Мен денсаулығым үшін аса алаңдай қойғаным жоқ, іштей шаттану, қуану ғана санамда сайран салды. Ота жасату үшін арнайы тексерістерден өтіп, қағаздарын дәрігеріме апарып көрсететін күн мен үшін нағыз бақытты күндер екенін күнделігімнен өзге кімге айтайын. Дайын болған құжаттарымды апара жатып қатты толқыдым. Кеудемдегі жұдырық еттің тарсылы менің керең құлағыма естіліп тұрғандай, өрекпіген көңілім алып ұшты. Алға басқан қадамым кері кетіп, кабинетіне зорға жеттім. Жалғыз екен, жылы қарсы алды. Сол мейірімді жүз, жылы жанар, шашына селкеу ақ түскені болмаса, реңін бермеген ыстық жүз. Әлде маған ғана осылай көріне ме? Әйтеуір ерекше жылылықты сезем. Апарған қағаздарымды ақтарып отырып біршама түсіндірген болды. Не түсінушем? Жанарым жерде болса да есіл дертім сонда. Тіпті қолымда жан тәсілім етуге пейіл, мендегі сезімнің сергелдеңі өзге дүниені ұмыттырып әкетті. Сол күні туған күнім еді. Кенет жанары сол бір сандарға түскенде орнынан еріксіз тұрып әлденелерді айта бастады. Естігем жоқ, бірақ мен жайлы екені анық. Өмірімде еркек керні тиіп көрмеген, оттай ысып, лаулап кеткен бетімнен сүйіп, қыр мұрын самайдан ауып, мойынға түсе ұзақ ескегенде, оның ыстық демі тұла бойымда шымырлатып әкетті. Ауыр күрсіндім. Неге екенін білмеймін. Ернім әнтек ашылса болды, жүрегім ақтарылып кетердей, алқымыма тірелген түйінді ары қарай жұтына алсамшы. Отырған орындығым астыма сол сәт жабысып қалды. Білем, қозғала алмадым. Бірақ осы бір сәт ұзақ болса екен деген тілеуде жоқ еместін. Арада уақыт сырғып өтті ме, әлде ұлудай ілбіп өтті ма, белгісіз. Белгілісі менің жейдеме оның иісі сіңіпті. Сондай керемет иіс. Басым айналғандай әр-сәрі күй кештім. Еркек иісі менің бүкіл жүйке-жүйкемді ыстық қанымның тоқтаусыз ағысымен аралап шығып, миымның терең саңлауларына әлде бір жарық сепкендей, қоңқақ танауым көкке шаншылған күйі қатып қалыппын. Анализ қорытындысын реттеп болған соң, ол менің ішкі құрылысымның әсерінен денеме шыққан жараларымды көрсет деген ишара жасады. Ұялдым. Шешінуге ұялдым. Әйтсе де оның дәрігер екені есіме түсіп, әппақ тәнімді жарқ еткізіп, сымдай тартыла тұра қалғанымда дәрігердің емес, өзіме таныс аялы қолдың ыстық табын сездім. Ол арқамды ұзақ қарады. Бір кезде алақанынан өзге ыстық лептің дәл сол жараларымның бетін аймалай сүйіп жатқанын сезгенде ақылым алыстап кеткендей болды. Ол менің жараларымнан жиренбей, жиіркенбей сүйіп тұр еді. Содан аяқ қолым дірілдеп үйге әрең жеттім. Жүрегім аузыма тығылды. Мұндай күйді 18-імде де кешпеген шығармын. Иә, оның алдында сол 18 емес 17 жасында қалып кеткендей сезіндім. Дәрменсіз, әлсіз сезіндім. Бастысы, әлі де болса нәзік жаратылыс екенімді сезіндім. Бәлкім, бақыттың дәмі де сондай болатын шығар. Менің саңырау құлағыма әлденелерді сыбырлай айтып, жібергісі келмегендей қапсыра құшақтады. Ойланшы деді ма? Нені ойланамын, не ойлаймын? Қаншама жылдар бойы ойлап келдім емес пе? Дағы ойлай беремін бе? Тек жаман ойлай алмаймын. Әлі де суық қысқандай қалтырап отырысым мынау. Кеудемдегі бір жапырақ ет оң жағыма аударылып түсті-ау деймін. Тынысым тарыла түсті. Танауыма оның дәрі сіңген иісі келетіндей. Жаймен кеп құшағына басқан сәтте менің де біреуге жылу сыйлай алатынымды бар болмысыммен сезіндім. Аймалай сипаған қолдарының ерекше жұмсақтығын сездім. Тартынғым келмеген, бірақ ондайға кетім үйренбепті. Төс тартқыш ағытылған сәтте өз ойымнан өзім шошып кеттім. Сірә ұятым ояндау деймін. Сонда да бүкіл денемнен әл кетіп, сол мезетте-ақ өзімді жоғалтып алғандай болдым. Қызық,
Қаншама жылдар ғана сырттай ғана көруге сар едім. Досымнан қол созғанда тілім байланды да қалды. Бірақ менде онсыз да тіл жоқ еді ғой. Күтпедім. Бұлай боларын күтпеген едім. Менікі жай арман күйінде қалған еді ғой. Содан шығар ес жия алмай есеңгіреп қалғаным. Тұла бойымда бір жойқын ток соғып өткендей болды. Қуаныш па, сезімге толы тебіреніс пе, әлде өзімді күстен алау ма? Әйтеуір белгісіз бір күй кештім. Іштей өзімнің дәрменсіз сезімнің алдында қос тізерлеп отырған күйіме ашындым. Қолымнан келмейді ғой. Сонда да осы бір сәт ғасырға бергісіз сәт сықылды көрінді. Кеткім келмесе де кетуге оңтайландым. Сезім деген соқыр, мылқау һәм мешел екен ғой. Көзім бақырайып мелшидім де қалдым. Еркекпін ғой, ал сен қызсың. Маған ұнайсың, саған қыз сыйласам бола ма дейді. Әр қимылынан түсініп тұрмын. Тіпті естіп тұрған адамдаймын. Еркек екеніне еш күмәнім болмаған. Ұнайсың дейді ме? Ал мен оны қалай ұнаттым? Ұнаттым деймін-ау, ғашық едім ғой. Бәрінен биік қойып, идеал еркек санадым. Иә, ол онсыз да сондай еді, әлі де сол. Бірақ мен қыз сыйлағаны несі? Мені кім деп тұр? Мені мүсіркегеннен айтты ма? Әлде шын жаратылыс екенімді есіме салғысы келді ме? Болмаса, мені де ана болып құрсағы кеңіп өмір ауы есіндеді ме? Тек тым жеңіл ойламаған болар. Толқып кеттім. Бірақ мені мүсіркей көрмесін. Өз намысым мен арымның құлымын. Солай. Арым таза. Осы пәк күйімде қалғаным дұрыс па? Менде ұяттан өзге жоғалтар не қалды өзі? Сезім дегенде адамды осыншалық соқыр етеді екен. Дегенмен мына ұсыныс тосын мен үш ұйықтасам да түсіме кірмейтін жайт еді. Оны мен тойда вальс билесем деп армандайтынмын. Белімнен тартып, құшағына басқан сәтте сол арманым есіме түсті. Ғажап сәт еді. Осы сәт үшін ғаламды түгел тарқ кетсем де армансыз едім. Тағдырымыз екі тарауда жатса да, жасалшақтығымыз еш кедергі келтірмеді. Бар болмысыммен берілгім келді. Несін жасырайын, құшағында өлер ме едім. Адам өзі ақтап алғысы келген адамды қалай да ақтап алуға тырысады екен ғой. Міне, мен де сол оның оғаштау әрекетіне қарамастан ақтап отырмын. Себебі жоқ. Ұнату былай тұрсын, еш себепсіз сүйемін. Сол күннен бастап арамызда телефон арқылы хаттар бірінен соң бірі ағылып жатты. Жасым болса 40-қа таяған тұста мен де аянып қалғым келмеді. Бар ұятты, жалған намысты жиып тастап, өзім шын қалаған сол бір жаннан бір перзент сүюді қиялдай бастадым. Бірақ о баста бұйырмаған бақтың кейін де бұйыра қоюы екі талай дүние екенін біліппін бе. Шаңдақ жолдың мазаратқа жетпей беріден қалып кеткенін көріп, жантақ басқан жазыққа шығып, етегімді жантақ іліп, балтырым тікенге тырналып, аттап-бұттап жақындай бердім. Жалғызбын. Жақындаған сайын есіме ауруханаға бара жатқан сәтім түсті. Сол кездегідей асығып келем. Мені күтіп тұрғандай, келе жатқанымды сезетіндей. Көрмеген жердің ой шұқыры көп, мазараттың теріс жағынан келген екенмін. Қақпасы арғы беттен көзге шалынды. Сонда да жүрелей отыра кетіп, әлі жаттап үлгермеген Құранды іштей оқыған болдым. Бұрын соңды кім Құран оқып көріпті дейсіз? Басыңа түссе бәрін үйренеді екенсің. Орнымнан баяу көтеріліп арғы бетке алдым. Жантақтың қалың әрі биік болып өскен сондай, кейде арасынан орғып қашқан даланың жабайы қоянын да аңғармай қаласың. Күн әлі төбеге көтеріле қоймаған. Сонда да қапырық ыстық мидың қайнатып, көзді жасауратып аштырмай келеді. Әлде іштей егіліп келем бе, әйтеуір түсініксіз күйде қақпаның аузына келдім. Жуан сыммен оралған есікті асықпай ашып, қоршаудың ішіне кіргенімде, өзге әлемге тап келгендей состиып тұрып қалдым да, артынша есімді жиып үлгердім. Тағы да жүрелей кетіп Құран оқыдым. Ендігі басыма келген ой, осыншама көп қорымның арасынан өз іздегенімді қалай табамын деген сұрақ болды. Сонадайда жаңа желленген жас беттер томпайып жатты. Ешбіріне белгі қойылып, аттары жазылмаған. Қорықпадым. Іштей қалайда тауып алатыныма бек сенімді күйде алға қарай адымдай бердім. Сол жақ тұстан бастап, жағалап келе жатып, топырағы биік тасталған бейіттің жанына келгенде, ары қарай жүруге аяғым тартпады. Осы дедім іштей. Осы. Мен іздеген адамым осы. Кеуде тұсым шым етті. Егіліп қоя бердім.
бар білген құранымды тағы да оқи бастадым. Жаратқан қабыл етсін. Ұзақ отырдым. Кеткім келмеді. Асықпадым. Ұзақ сырластым. Бұл жолы ол мені үнсіз тыңдады. 20 жылдай ішіме сақтаған бар сырымды ақтарып тастадым. Өткен күнмен оралмасқа кеткен бақытымды жоқтадым. Жеңілдегендей болдым. Әттең, осыны тірі кезінде білдіре алғанымда. Кеш еді бәрі. Бәрі де кеш. Олай дейтінім, биыл ел ішіне кеңінен тараған тажал талай елдің арманын көкке ұшырып, талайдың бағын таптап, талайлардың өмірін жалмап кетті. Менің де ең қымбат адамым, менің мылқау махаббатым, менің мәңгілік музам өзінің абыройлы міндетін өз антына сай адал атқарып кетті, кетіп қалды. Күн тас төбеге келгенде барып орнымнан көтеріліп кетуге ыңғайландым. Екі адам ары жерленген бейіттің басына билік тас қойылған екен. Кенет жазуына көзім түскенде өз көзіме өзім сенбедім. Туған бауыр екен. Аты жөнінен аңғардым. Жүрек шіркін, шынында бәрін сезеді екен ғой. Қарсы алдымда тұрған бейіттің мен іздеген адамдікі екеніне еш күмәнім қалған жоқ. Иә, мұнда менің баянсыз, мылқау һәм дәрменсіз, күнәдан таза махаббатым жатыр. Мен қоштаспаймын. Мылқауларда махаббат болмайды деп кім айтты?